Жаңа жылдан кейін көп жерлерде қолма-қол ақшасыз төлем жасай алмайсыз. Жыл басынан бері қарағандылықтар кейбір сауда орындарында сатушылар банк аударымдарынан қабылдаудан бас тартып, қайтарымына қолма-қол ақша талап ету фактілеріне ұрынуда. Тұтынушылардың қайсы жағдайға қалдырған қызмет түрі немен байланысты? Мұндай қызмет неге әкелуі мүмкін? Тілші біліп көрді. Прости, мой старый друг. Я должен разбудить тебя. Әлеуметтік желілерде еліміздің тұрғындары әмияндарын шығарып қолма-қол ақша қайтару керектігі туралы әзіл бейнелер таралуда. Мұның бәрі қолма-қол ақшаның қайтадан өзекті бола бастаған үшін орын алған. Сейчас я достал свой кошелек. Қазір мен тек қолма-қол ақшамен жүретін болдым, себебі барлығы осы төлем түріне ауысып жатыр. Бұл тек басы ғана. Халықтың барлығы жайлап осы төлем түріне көшетін болады. Бірінші қаңтардан бастап салық қызметкерлері салық төлеуден жалтарғандары анықтау мақсатында еліміздің азаматтарына мобильді аударымдарына мониторинг жүргізе бастады. Мемлекеттік комитет Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кірістері. Кейбір кәсіпкерлер төлемді әлі де бақылау кассалық машиналарда, пост терминалдар мен QR кодтардың қолданбай төлем алатындықтарын түсіндірді. Тексеру критерийлеріне 3 ай қатарынан ай сайын 100 немесе одан да көп түрлі тұлғалардан ұялы байланыс арқылы аударымдар алған тұлғалар ғана қарастырылуда. Сондықтан шағын кәсіпкерлер айыппұл ретінде 147.680 теңгеге дейін арқылауы мүмкін. Осы ретте кәсіпкерлер тұтынушылардан қолма-қол ақша талап ете бастаған. У нас будет сразу наказание, у нас по-другому не могут. Біздің елімізде бірден жаза қолданылады. Біздің мемлекет шаштараз шағын дүкендердің ақшасына күн көретін елемес еді. Олар бұл аударымдардан байып кетпейді. Заңгердің пікірінше біз цифрландыру мәселесінде тағы да 10 жылға артқа қаламыз және мемлекетке артықшылықтан гөрі зиянымыз көп болады дейді. 70 или 80% было на... 70 немесе 80% электронды түрде төлем жасайтын ел енді қайтадан қолма-қол ақшаға көшеді. Бұл электрондық қаржы дамымайды деген сөз. Бұл ретте шағын бизнестің үлесі де азаюы мүмкін. Керісінше жұмыссыздық көбейіп, кейбір кәсіпкерлер жай ғана көлеңкеге түсуді жөн санайды. Ал оның алғы шарттары қазірдің өзінде байқалуда дейді мамандар. Көптеген кәсіпкерлер өздерінің жаңағы алдында біраз жылдар бойы кел жатқан жаңағы құрастырылып безналичный форма оплаты дейді. Мысалы перевод арқылы ақшалап отқан өздерінің тауарларын сатып, өздерінің жаңа қызметтерін көрсетіп отқан кәсіпкерлер қазіргі кезде қайттан көлеңкелік бизнесқа кетіп қалуға мәжбүр болып отыр. Көпшілік қауым мемлекетке инновациядан тек зиян келтетінін айтады. Шенеуніктер мәселеге прагматизммен қарап, кәсіпкерлікті тексеруге мониторидің 2024 жылдың 1 қаңтарында аяқталуы жаңа жылдыққа наразылық отына май құйып жатқанмен бірдей деп отыр. Қазір бізде заң бойынша 25 жылдан бастап, тек қана 25 жылдан бастап барлық осы Қазақстан мемлекетінің азаматтары декларация тапсыратын болады. Және де 26 жылдан ғана бастап екінші деңгейдегі банктар ақпаратты береді жаңағы салық органдарына. Осындай жаңағы переводтар жасалып жатыр. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.